Сәлем, менің YouTube көрермендерім. Менің видеоларым сіздерге қызық болса, комментария жазып, каналға тіркеліңіздер. Каналға тіркеліп, комментария басқандарыңызға рахмет. Мен бүгін тақырыпты жігітім неге хабарсыз кетті деген келіншектер болса, соларға ашайын деп отырмын. Ол жігіт не істеп жүр, білетін боламыз. Бастайық. Мінезі бар, ол сізді жақсы көреді, кездесу күтіп тұр, влюбленный шықты, нәзік сезім. Бұл бір тығырықтан шығудың жолын іздеп жүр. Қазір көретін боламыз. Сізді ойлайды, я өткен арақатынасты ойлайды, бірақ екі жаққа кеткенсіздер қазіргі уақытта. Екі жаққа кеткенсіздер, бір уайымы бар жігіттің, бір нәрсені шеше алмай жатыр, бірақ өзінің қолында, қандай да бір нәрселерді шешу үшін өзінің қолында. Семьясы бар, бала шағасы бар, семьясы бар. Ақылдасып жатыр, қандай да бір жағдайларда жаңадан өмір бастағысы келеді. Енді сізге деген сезім бар ма? Көретін боламыз. Сізге деген сезім бар ма? Көп өтірік айтады. Өзін де алдайды, басқаларды да алдайды. Көп өтірік айтатын жігіт негізі. Бірақ бір кездесу күтіп тұр, келетін сияқты. Мәселесін шешу керек болып тұр оған. Қазір жұмысы бар, жұмыс істеп жатыр, еңбекқор. Бір нәрсеге жынданып тұрған сияқты, қасарысып жатыр. Бір мәселе бар сияқты басында. Бір сот арқылы шешілетін ба, бір таразға салып ойланып, сондай бір шешім қабылдайын деп жүр. Бірақ кездесу күтіп тұр, жұмысы бар, жұмыс істеп жатыр. Сізге деген сезім бар ма? Көрек. Жатса да тұрса да ойлап жатыр. Любовный треугольник шықты. Бұл жерде махаббат үштігі. Әйелі бар дедім ғой жаңа. Бұл тағы любовный треугольник шықты. Қаражат мәселесінде күтіп отыр. Қаражат мәселесін күтіп отыр. Қандай да бір нәрсеге келіспеушілік болып жатыр. Әйелі түсіп жатыр бұл жерде. Әйеліне деген сезім бар. Әйеліне деген. Сізге деген сезім бар ма? Әйел екеуі келіспей жатқан сияқты, қандай да бір нәрсені. Біреуді ренжітіп қойған, сондай болып тұр. Қолынан бір іс келетін, бір өнер келетін қолынан. Жаман қасиеттер де бар екен. Содан арыламай жүр десек те болады. Жаман нәрседен арылғысы келеді. Сізді ойлайды, сіз оған қазір құпия болып тұрсыз. Сіздің де жұмысыңыз бар, ақшаңыз жеткілікті, сондай болып тұр. Сізді барлық нәрсені жеңе алатын, сондай жақсы қасиеттеріңізді еске алады екен. Сізден жауап күтетін сияқты, бұл жерде күтіп тұр да. Бұл жігіт қаражат мәселесімен жол жүруі мүмкін. Сізді ойлайды, сізді қалай ойлайды? Сізді жаңағыдай барлығын жеңе алатын сондай жан ретінде санайды. Өте қайсарлы, өте жаңағыдай қандай да бір ауыр нәрселерді көтере алатын, сондай мықты, сондай келіншек ретінде көреді. Бұл жерде қазіргі уақытта сіз оған құпия болып тұрсыз. Жол жүргелі тұр.
жатса тұрса да бір нәрсені уайымдайды, бала шағасын ойлайды екен. Көбінесе бала шағасын ойлап тұр қазіргі уақытта. Бала шағасын ойлап тұр. Сізді ойлай ма? Жоқ, қаражат мәселесін күтіп отыр қазіргі уақытта. Тез әрекет жасағысы келіп тұр қандай да бір нәрсеге. Екі ойлы болып тұр. Бұл жерде бұл карта негізі шаңырақтың шайқалуы сондайды көрсетеді. Әйелім түсті ғой, жаңа қаражат мәселесінен де бір қиыншылық болып тұрған сияқты. Жұмыс істеп жатыр, бірақ ақша күтіп жатыр. Қаражат мәселесінде ойлап жатыр. Бұл жерде өткен қарым-қатынас сізбен, сізді ойлайды. Әйелімен ұрсып қалғанда сізді ойлайтын сияқты. Иә. Әйеліне деген жүрек жаралы болып тұр мына жерде. Басынан көп қиыншылық өткен, әйелі өте суық, сондай. Екеуі жаңа бірінші шықты ғой, ер азамат. Мына жерде қылыш ұстап тұр. Бұл дегеніміз мінезі суық, өте сондай. Мінезі, екеуінде мінезі бар. Сол себептен шығар жаңағыдай келіспеушіліктер болып тұратын араларында. Бірақ әйелін, бала шағасын ойлап тұр. Сізді есіне алады өткен қарым-қатынасты. Сізге деген сезім бар ма? Бұл жерде бұл әйелдің күйеуі деп тұр. Күйеуі. Басы бос еркек емес бұл. Қандай да бір шешім қабылдау үшін екі выбор таңдап тұр. Күнделікті өмірі өтіп жатыр осылай. Бір жақсы жаңалықтар күтеді, жақсы нәрселер күтеді. Бала шағасын, көбінесе бала шағасын ойлап тұр бұл жерде. Қаражат мәселесін күтіп жатыр қазіргі уақытта. Бірақ алдағы уақытта кездесу бар сізбен бірге. Осымен менің видеом аяқталды. Бұл расклад сіздерге сәйкес келмесе, онда келесі видеоны күт деп айтқым келеді. Егер де тура шығып жатса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Осымен менің видеом аяқталды. Қош сау болыңыздар.